жақта бөліну басталып кетті, жаңа ескі деп өз ойын айта кетсең. Жаңа ескі деген бірақ бұл жерде 100% сен күйеуге шықпайсың, сен тұрмыс құрмайсың деп жатыр да. Бірақ өзі үйленіп ажырасқан жаңағы қыздар. Бірақ сол 100% Сен өз ойынды айта кетші, алай жалпы ескі қатысушы деген сияқты. Ескі қатысушы, жаңа қатысушы деп бөліп жатыр ғой. Адамда ап деп секіретті ше, секірмей тұрып ап деп жатыр да ше, соған таңғалып отырмын да. Қандай үміткер келетінін ешкім білмейді ғой мысалы. Оған келмеуі де мүмкін да, жаңа қатысуға да, ескі қатысуға да үміткер вообще келмеуі мүмкін. Келсе де ұнамауы да мүмкін да. Сол үшін мен таңғаламын. Сен қалай ойлайсың? Жаннұр ханым. Мен ескі деп сосын жаңа деп бөлмеймін. Бірақ мен бөлетінім, не үшін 18 пен 24 жастағы аралықтағы қыздар ұлдар келетінін түсінбеймін. Олар сырттara смело таба алады ғой. 24-тен жоғары уже 25-те. Сен өзің 24-те емессің. Менімен қыздарды салыстыруға келмейтін, салыстырмаңдар олай. Мен күйеуге шыққанмын. Странно емес. 24-тем, бірақ мен балам бар, сондықтан да кішкене маған қиындау болады. Балам жоқ, мен балам бар, маған екінші жарым тауы қиын деп жатыр. Баласы жоқтар оңай ма? Мен құдасын екенін білемін. Бала шешпейді, қыздың өзі шешеді. Мен дұрыс емес, балам бар, мен шыға алмай жатырмын деп. Жақсы көрген ер азамат баласына қарамай алады. Сал Сәкен, айтшы ал. Жаңа қатысушыларға айтшы. Ұйықтаған кезде жүрген несі? Ятып қалды бұны. Ауырып тұрмын просто мен қазір. Ашылам жаймен. Ашыласың. Жаңа қатысушыларға айтатын пікіріңіз бар ма? Жаңа қатысушылар айта береді, мен сөз иесін табады дейді. Қарап отырсам 5-ші маусымдағылар тіріліп кетті, значит сөз иесін тапты. Мен демей отырмын, маған тиген жоқ. Әркім өз-өзін көрсетеді ғой. Мына уақыт көрсет жандарым, асықпаңдар. Қай пікірді қолдайсың? жесткий ашты пікір айтамын. Әселді қолдаймын. Конкретно аналар бекер отыр. Қанша шанс берілді? Әлі отыр ғой, бірінші турда. Сен өзіңде келдің ғой, қанша рет келдің? Мен бірақ бұл жерде отырған жоқпын. Какая разница? Екінші қызға келдім. Ол қыздар ұнамай қалды. Не істеймін? Жүректеріне жете алмадым. А бұл кісілерге қаншама қыздар келді, жақсы балалар келді. Қай жерде бұл жерде Айш, не айтып жатсың, Арай? Жоқ, айтады көралмаушылық деп. Қай жерде бұл жерден көралмаушылық деп. Просто халықтың пікірі, халық оны кеше мен де көрдім, оқыдым қанша комментарий, сол пікірді ол жеткізгісі келді. Ол зачем көралмай, анау не көралмаушылық? Конкретно айтқанда, олар отыр ғой, зачем олар? Олар да сендер сияқты адамдар конкретно айтқанда. Мысалы, Айгерім, жоқ қара, Айгерім. Кидайте же нас, уже сатып жатыр бізді. Айгерім бар ғой, мысалы, 3 ай отырды. 3 айдан кейін міне қайтып келіп отыр. Мысалы, сендерге ертең 3 ай отырасыңдар, ұнамайтын жігіттер келеді 3 ай бойы. И потом 3 айдан кейін кетіп қаласыңдар ма сендер? Просто бұлар конкретно бастаған ісін до конца жеткізетін адамдар. Может, вот именно, да? Біз онда әшін отырмыз ба? Сендер аяқтайсыңдар. Біз әшін уақыт өткізіп отырмыз. Или осы 3 айдан кейін мен осыларға сұрақ қоямын, не үшін отырсыңдар?